На 1 дубль 2. Қайсам, қумасы. Біздің обзорда Энергетик емес қой бұл. Ти деген қазақстандық өнім, жантақ деген негізі шөп. Қазақстанда не тегін? Ағаштың қабығы тегін не? Чай хобби. Нет, долбоёб, чай хобби. На 1 дубль 2. Че, в этот раз не тестировать етеміз? Біздің обзорда Энергетик емес қой бұл. жантақ ти деген қазақстандық өнім. Жантақ ти болса, жантақ шай Бүгінге бізде ғана қолымызда 2 түрі ғана бар, негізінде бұның 3 түрі бар екен. Жантақ шай. Шай ма? Жантақ шай. Қансыз. Мен как раз шайды қансыз шем. Менікі тәтті. Соңғы неше? Соңғы бір 15 жыл болған шығар. Вот это поворот! KZ деп тұр, Қазақстан өнімі так болады. Диетикалық, профилактикалық тамақтануға арналған арнайы тағамдық өнім дейді. Бірақ дәрі болып табылмайды. Жантақ деген негізі шөп. Сен онда қумасы. Верблюжья колючка. Короче, Соның сығындысынан алынған өнім екен. Так, қара. без ГМО, без консервантов. Состав только верблюжья колючка. Су. Қант бар екен. Мармарикс деген фруктоза дейді. Мармикс фруктоза болды. Содержит мен без консервантов дейді, консерванттар бар ғой мына составында. Негізі. Так, и причем қара бұны киргизская верблюжья колючка дейді ғой. Сондай ма? Сенде жазылмаған ба? Так, преимуществолары ағзадағы керекті 20 амино қышқылдарының 13-і осының ішінде екен. И плюс витамин С дейді. Витамин С. Так, республика Казахстан, Алматинская область, Қарасайский район, село Елтай. Барлығы Қазақстанда, бірақ колючканың өзі Бишкектен келген екен да. Қара, мынаны получается, Қырғызстаннан. мынаны получается ашып ішкеннен кейін срок годности тәулігі 14 күн екен. Негізі аптекада сатады мына верблюжья колючканы. Соны қайнатып осында шай істеуге болады ма екен, интересно. Қалай ойлайсың? Давай соны тексеріп көріп, бір келесі видеода. Давай ашақ шеш. Давай біреуінен басташы біріншіден. Нет. Не? Сразу иісінен бір қойдым. А? Мынау что-то бір дәрінің иісі шыға ма, Сол иә? дәрінің дәмі шығады ма, ұнамайды ондай нәрсе. Бұны біз Алматыдан Маса, алдық. держи. Іс па? Басқа Қазақстанда сатпай, только Алматыда сатады. Алматыда Есентай, гурме, компот. Компот. Скорее компот сияқты, иә? Компот қой мында. Жұмсақ бірақ. Жұмсақ деймін. Су тәтті, су жақсы да, су. Ішкің келсе Андай, ішкеле береді. не ауызда су бар екен білмейді, жеп жеңіл. Иісі басқаша Бірақ да, енді бұның- дәмі басқаша бұның. Қара, иіс дәм болғанның өзінде жеңіл деп тұрсың ғой, бұл өзі лайт деп тұр ғой, мен сладкий, легкий. Енді неге легкий, анау қандай екен, соны түсінбей тұрмын да мен, соны көру керек та. Мынау қанты барда, не? Түсі ақшылдау, мынау қанты жоқ, кішкене, орысша айтсам, темный бол. Диетический ғой. Диетический. Да. Бургер, жеп алып, диетический жантақ шай бер дейсің ғой. Давай кеттік, мынаусын ашайық енді. Наны көрейік. Иісі дәл сондай. Так, 0,05. Нан вообще. Объем, мынау да 0,5. Просто не знаю. Бұл дәмі шөптің өзі ғана, иә? Дәмі бар ғой, абрикос, орех болады ғой. Соның да кішкене дәмі бар. Андай, ағаштың қабығы сияқты, иә? Ағаштың қабығын ұқсайды. Ағаштың қабығын жейміз ғой біз. Кішкентайсың, бұлай жеңетін. Ағаштың қабығын ұқсайды дейсің. Кризиске дайындалып жүрген балама деген. Қазақстанда не тегін? Ағаштың қабығы тегін. Ол ағзаның қорғаныс күштерін күшейтеді, төзімділік арттырады, токсиндерді шығаруға ықпал етеді. Негізі бұл токсиндерді шығаратын болса, бұл как не сияқты болып кетіп тұр ғой, слабительный сияқты болып тұр ғой. Е? Ештеңе тұр? 550-600. Сен энергетик ішінсен мынандай шеген жақсы дейсің ғой. Жаңағы Бірақ енді 500 теңгеге қымбат, е? Предысториясын оқимыз ба? 2018 жылы шыққан екен. Сонда неше жыл болған? Шығару ма? Сонда 2018-де шыққан, только Алматыда ғана сатылады, басқа жерде сатылмайды ма? Иә. Слабо работайте, ребята, слабо работайте. Астанада жоқ. Мен бұлай іздедім ғой мұны. Обладает тонизирующим эффектом, очищая организм от шлаков и токсинов дейді. Пайдасы бар бұның да. Пайдалы өнім. Бутылканың дизайны күшті екен. Прям сурет.
дәмін сақтап қалу үшін. Не жазып тұр мына жерде? Коркс кап. Коркс кап. Жабу, ашу, мен деформировать етіп тастадым ол крышканы мен. Сен ба? Иә, мен ана ішінде пластик бар деп пластикті қимылдатқанмын ғой. Көтіңе кірдің ба? Не дейді? Шұқылайын деп отырамын ғой жаңа. Шұқылағанды жақсы көремін да. Шұқылағанды. Ойларың енді өзің жаман болса енді кім кінәлі. Так, осы жантақ шай. Так, короче, қантпен маған ұнады, қантсыз дәмі, короче, көбісіне ұнамайды. Қантсыз дәмі онша жоқ, иә? Онша дәмі жоқ. Қантпен Саяжан айтқандай, ішінде ағаш турап, ағаш сумен араластырғандай дейін. Тәтті суларға үйреніп қалғаннан кейін негізі ол шай болғаннан кейін қанты болған жақсы ғой, иә? Мынаның суда басқаша екен. Лайт десе өзі действительно лайт екен, жеңіл, иә? Аузында су бар білінбейді. Ана сынап ма, классика деп тұрмын. Классик деп тұр, иә? Иә. Осы классик деп тұр. Как тұршы екі бутылка ма? Қарны ашып кетті негізі. Таксилер шарпып салды дейм, по-моему. Уже ба сразу? Иә, уже шарпып салды. Ішіп үлгерген. Маған мынау ұсынады ғой. Лайт. Қанты бар. Мынау сонша маған. Молодцы. Хотя бы бірдеңе шығарып отыр. Бәрібір де верблюжья колючка дейді жаңағы жантақтың өзін Қырғызстаннан әкеліп отыр дейді. Какая разница? Кто какой национальности? Главное істеп отыр ғой бірдеңе. Жоқ, бізде де бар ғой. Осыны бар ғой, келесіде мен ана өзім аптекадан алып істеп көремін ау деймін осы жантақтың дәмі қалай болады екен. Істеп көресің ба, точно? Иә, істе десең істейді. Ну, что проблема, что ли? Ну давай, видеоны, короче, Можно заварить, на вкус попробовать, қалай на вкус. Қызық болса, лайк көбіректі басындарда, что ернұр соны өзі қолымен осындай шай істеп көрсін. Істейік. Бірақ енді крышкасының стандартный качествосын айта алмаймын, енді домашних условиях қой. Сен соны алып келсе, осы жерде істеп көремін ғой. Дәмін көреміз ба? Да, по-любому. Мен істеп келсем ішеміз ба? Ішеміз, дәмін көреміз, если тап осындай болса. Болды. Сөйтіп біз қоштаспаймыз да, амандаспаймыз да. Келесіде қоштасамыз.